Сәлем құрметті оқушылар, бүгін бізде Python тіліндегі алғашқы сабақ. Ең алдымен бізде IDEAмен танысу. IDEA дегеніміз бұл қарастырылудың кіріктірілген ортасы, яғни программалық тілінде код жазуға, өңдеуге, қателерді түзетуге және программаны орындауға арналған орта. Біз бұл затты былай түсіне аламыз. Бізде Python тіліндегі кез келген код адам түсінетін тілде, яғни адам түсінетін тілде жазылады, яғни бізде барлық заттың ағылшын тіліндегі аудармасы, мағынасы бар. Бірақ та бұл затты компьютер түсінбейді. Компьютер тек қана 0 және де 1 деген заттарды ғана түсінеді. Яғни бізде IDEA осы адам түсінетін тілден компьютер түсінетін тілге кодты ауыстыру үшін қолданылады. Сонымен қатар IDEAның құрамында біз ең алдымен кодты сол IDEAның өзіне жазамыз. Екіншіден ол кодты машина тіліне аударып береді. Үшіншіден бізде егерде кодта қандай да бір қателер кетсе, оны түзетуге және де тез тауып алуға көмектеседі. Сонымен қатар программаны IDEAның өзінде сынап көруге болады. Бізде Python тілінде қолданылатын IDEA түрлері PyCharm, Visual Studio Code, Idle және де Jupyter болып табылады. Соның ішінде біз Idle'ды көп қолданамыз. Бізде Python ол жоғарғы деңгейлі әмбебап, оқуға ыңғайлы, қуатты программалау тілі. Оны 1989 жылы Гвидо ван Россум жасап, алғашқы тұрақты нұсқасы 1991 жылы жарық көрді. Pythonның басты ерекшеліктері синтаксисі өте қарапайым. Жаңадан программаны бастаушыларға үйрену оңайға соғады. Сонымен қатар Windows, MacOS, Linux сияқты жүйелерде жақсы жұмыс жасайды. Яғни қолжетімді және де веб деректер базасы, жасанды интеллект, ойындар, желілік программалау үшін қолдануға болады. Сонымен қатар Python қолданылған танымал проектілер Google, YouTube, Instagram, Dropbox және де Netflix және де NASA жобалары. Python бағдарламалау тілін жүктеу үшін ең алдымен біз Python download деп жазып аламыз. Ең алғашқы шыққан сайтқа кіреміз. Осы сайттың ішінде бізде мынандай Windows'қа, Linux'қа және де MacOS'қа және де басқаға деп тұрады. Соның ішінде мен Windows'ты таңдаймын, өзімнің ноутбугыма сәйкес. Және де осының ішінде Windows'тың өзінің бізде Python'ның версиялары 3.13, 3.12.9, 3.12.8. Біз ең соңғы версиясын мына жақта версиясын жүктейміз. Соның ішінде бізде мына жерде Windows 64 бит, 32 бит деп осылай тұрады. Оны біз қалай анықтаймыз? Ең алдымен біз дербес компьютердің свойствосына кіреміз. Свойствоның ішінде мына жерде жазылып тұрады. Бұл көбінесе қазір соңғы шығып жатқан ноутбуктарда 64 жазылады. Сондықтан да біз 64-ті жүктей берсеңіз болады, немесе осылай тексеріп алып жүктесеңіз болады. Сонымен 64-ті жүктейміз. Бізде былайынан шығады. Енді бізде осы шығып тұрған затты мына жұмыс үстеліне алып келіп аламыз. Жұмыс алдымен жүктелген Python'ымызды ашып аламыз. Осы жерде Modify деген батырманы басамыз. Бізде бұның бәрі заводтық күйде өз қалпына келтіріп тұр. Біз бұны өзгертпестен Next'ті басамыз. Келесі мына заттарды өзгертпеуге болады. Енді Close батырмасын басамыз. Енді біз поискке Idle деп жазамыз. Бізде міне Idle шығып тұр. Осы Idle'ды ашамыз. Idle'ның ішінен біз файлды басамыз. Файлдың ішінен New файлды жазамыз. New файлдың ішінде бізде ең алғашқы кодымыз parent деп атауға болады. 1, 2, 3. Және де сақтау үшін ең алдымен run'ды басамыз. Бізде бұны сақтауымыз қажет. Сақтау үшін біз нақты орынды белгілеп аламыз. Ең алдымен мен оны десктопқа белгілейтін боламын, және де AAA деп сақтайтын боламын. Сақтау. Және де бізде кодтың мәні шықты. Дәл осылай жұмыс істейтін болады. Біз жаңа файл ашу үшін файл және де new файлды, ал кодты жұмыс істеткізу үшін run батырмасын басамыз.
сіздермен болған мен Айдана. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.